Республика күніне орай Жетісу облысында 100-ден астам шара өтеді. Мерекені атап өту тұжырымдамасына сәйкес, облыс орталығы Талдықорған мен барлық аудан қалаларда мәдени көпшілік шаралар, спорттық жарыстар ұйымдастырылып, әлеуметтік маңызы бар нысандар ашылады. Қаратал ауданында 30 пәтерлік тұрғын үй пайдалануға берілсе, Көксу, Ескелді, Алакөл аудандарында ауылдық фельдшерлік медициналық пункттер іске қосылады. Ал Сарқан ауданында саябақ пен халыққа қызмет көрсету орталығы цифрлық кеңсесінің салтанатты ашылуы болады. Негізгі шаралардың бірі «Қыран елім Қазақстаным» деген әнұранды жаппай орындау шаралары. Бұл әсіресе жастар арасында, оқушылар арасында өтеді. Содан кейін негізгі шараның бірі ол мемлекеттік туды көтеру шарасы. Сонымен қоса 25 қазан күні Жетісу марафоны өтеді. Бұл спорттық шара. Көксу ауданында 4 елді мекен қатарынан осы газға қосылады. Осы мереке қарсаңында осындай түрлі шаралар өтеді маңызды.